достар, менің атым Аңсар. Мен сендерге бүгін күріш туралы қызық әңгіме айтып берем. Мен осы видеоға лайк басып, каналыма тіркел. Сонда мені жоғалтып алмайсың. Ал енді әңгімемізді бастаймыз. Ертеде бір соғыста Мұхаммед пайғамбарымыздың күрек түсі сынып қалыпты. Соғыс біткесін оны бір сақала тауып алыпты. Пайғамбардың тісі болғасын оны құрметтеп, үйдің бір бұрышына көміп қояды. Bir күні сол жерден күріш өсіп шығады. Сақала таң алып пайғамбар шақырады. Пайғамбар Ясин сүресін оқып болыпты да былай депті: Алла менің тісімнен күріш өсіріп шығарды. Ал мен оған Ясин сүресінің қуатын бердім. Күрішті аяқ асты, етпеңдерді өсиет айтты. Содан бері күріш берекелі асқа айналыпты. Достар, сендерге менің әңгімем ұнаса, лайк бас, достарымен бөліс. Мен келер жолы саған тағы да қызықты хикаялар айтып берем. Келесі кездескенше сау болыңдар. Білімді бол, өсиет.